Сәлем достар, бүгінгі тақырып қорқыныш және қорқынышты қалай жеңеміз, қорқынышпен жұмыс. Егер сіз тікелей эфирге шығуға, аудиторияға шығуға және де әлдеқайда бір қорқыныштарыңыз болса, онымен қалай жұмыс істейміз, сол жайлы бүгінгі тақырып болады. Енді бұл қорқыныш деген ол біздің базовый эмоцияларға жатады. Бұл ежелден келе жатқан бізді қорғайтын қабілеттердің бірі болып саналады. Қорқынышпен қалай жұмыс жасаймыз? Біріншіден, біз ол қорқынышты қабылдауымыз керек. Біз әрдайым үйреніп қалғанбыз ол қорқынышқа негативті көзқараспен қарап үйреніп қалғанбыз. Біз қорқынышқа өзіміздің көзқарасымызды өзгертеміз. Негативті емес, оған нейтральды түрде қараймыз. Яғни қорқыныш бар, және ол жақсы да емес, ол жаман да емес деп өзімізді сондай нейтральды көзқарасқа, өзіміздің негативті көзқарасымызды нейтральды көзқарасқа ауыстырамыз. Екіншіден, бұл қорқыныштың себебін анықтаймыз. Себебі ол біздің кішкентай балалық шақтан басталады. Бізге әрдайым ұстазымыз бар, әке-шешеміз бар, айналамыз бар. Біздерге үлгілі бол, жақсы бол деп әрдайым солай біздің миымызға құйып қойған. Сондықтан да біз жақсы көріну үшін әрдайым сол жақсы көрінуге тырысып кішкентай кезімізден өзіміздің қателіктерімізді мойындамаймыз. Сондықтан да мысалы өсе келе біз мысалға аудиторияға шығатын болсақ, әрдайым жаңағыдай тікелей эфирге шығатын кезде жұрт мені не деп ойлап қалады, мен жайлы нашар ойлап қалса ше, дұрыс шықпаса ше деген сол кішкентай кезіміздегі қателіктердің әсерінен болады. Сондықтан да сол кішкентай кездегі біздің миымызға сіңіп қалған қателіктерден қорқу сезімнен арылу керек. Үшіншіден, сол болжамдармен жұмыс жасаймыз. Біз өзімізге айтамыз, қорқу деген бар, кім қателесу деген бар, кім қателеспейді, кез келген адам қателеседі. Ол қателікті жөндеуге болады. Біз сол кішкене қадамдармен аудиторияға шығуға, немесе жаңағы вебинар жасауға, вебинарда сөйлеуге, тікелей эфирде сөйлеуге, осы қателіктерімізді түсініп, оны жоюдың арқасында өз қорқынышымызды жеңеміз. Рахмет.